Түнгі Алматы шамдары бой көтерген қалаға алтын шуағын сеуіп, кешкі ауада жаңбырдан қалған жасыл иіс қалған. Арасында асаған ән мен күйге беріліп, қала өмірі әдеттегідей жалғасын тауып жатты. Сол қаланың бір бұрышында Жанар есімді қыз отыр еді. Оның көзі үміт, көңілі арман, жүрегінде әлі танымайтын бір махаббаттың үні бардай. Жанар 22 жаста, журналистика факультетінің соңғы курс студенті. Ол ашық қолынан қалам түспейтін, адамдардың ішкі тарихын іздейтін. Кішігірім кафеханада жұмыс істеп, кешкісін жатақханаға қайтады. Ойланбастан сенетін адал жанды. Айдар 26 жастағы қала жігіті. Қолында шағын стартап, үнемі жетістік пен мүмкіндік туралы сөйлейтін. Ол тез сөйлейді, күтпеген жерден күлімсіреп, жанды баурап алатын. Жанар мен Айдардың таныстығы әлеуметтік желіде басталды. Ортақ таныстар арқылы хат алмасып, бір айдан кейін олар ұялып та бірден жақындасып та кетті. Алғашқы кездесулер жеңіл күлкі, ұзақ әңгіме, қала бойымен кешкі серуен. Айдардың әр сөзі нәзік комплимент, әр ісі қамқорлық сияқты көрінді. Ол Жанарға шағын сыйлықтар алып келеді, жұмысында көмектеседі, тіпті студенттік жобаларында қызығушылық танытады. Жанар Айдарды ойында көп жатқызып, оның жылы мейіріміне сенді. Бірақ біртіндеп Айдардың жүзі өзгере бастады. Ол карьерасы туралы көп сөйлеп, үлкен жобалардың уәделерін береді. Сенің көмегің өте қажет деді. Жанардан репортаж, презентация дайындауды сұрайтын. Алғашында Жанар қуанып көмектесті. Оның қаламы жақсы, эмоцияны жеткізе алады. Бірақ көмектесу басқа, пайдалану басқа еді. Жұмысқа араластырылған сайын Айдар талапшыл бола бастады. Бұл маңызды. Мен сенің арқаңда инвесторларды сендіремін. Жанар түнгі сағат 4-ке дейін презентация түзеді. Мәтіндер жазды, стратегияны ойлап тапты. Айдар оның еңбегін жоғары бағалайтын сияқты сөздер айтса да, әрқашан нақты алғыс айтып, атағы үшін оның атын жариялайтын болды. Бір күні Жанар еш уақытта көрмеген хат алды. Компаниясының басты келісімшартынан айдап өткенін, жобаға қажетті бірнеше миллион теңге алудың шешілгенін жазғандай көрінді. Айдар оның көзінше рахаттанып, барлығы жақсарады, сенің арқаңда деді. Бірақ екеуі бөлінген соңғы кездесулерде Айдардың жүріс-тұрысы жиі өзгерді. Телефонның қоңырауларын сыбырлатып жауап берді. Аптада кездесеміз деп уәде беріп, содан кейін жауап бермей қоятын болды. Күндердің бірінде Айдар жоғалып кетті. Ол телефонын өшірді, әлеуметтік желідегі парақшасын жауып тастады және бар болғаны уәделерінің қалдықтарын қалдырды. Жанар байланысқа шыққысы келген сайын тек бос орын мен сұрақтар ғана қалды. Не үшін, неліктен? Соншалықты мені алдағаны ма? Маған берген уәделері, алданған көңілім қайда қалды? Неліктен оған сендім екен? Енді не істеймін деген ой, қорқыныш пайда болды. Жас қыз, не істейін білмей, оқуды да аяқтап қалған. Шындық баяу ашыла бастады. Жанар Айдардың бұрыннан таныстықтарын, инвесторлардан ақпарат жинап,
Өз парақшасын зерттей бастағанда әлдебір құжаттар мен хаттамалардың көшірмелерін тауып алды. Айдар жобаны құрал-саймандарымен емес, адам ресурстарымен, талантымен, сенімімен, адалдығымен басқарған. Жанар жазған мәтіндер мен идеялар инвесторлар алдында Айдардың табысы ретінде көрсетілген. Қыздың еңбегі құпияда қалдырылып, оның орнына Айдар мақтаулы сөздер алып, орынға өзі отырып кеткен. Іші ашыған Жанар не істеуін білмей, алданған көңілін арбаумен қалды. Сол сәтте Жанар сезінді, ол тек пайдаланылған жоқ. Оны алдап құрыққа түсіріп, адалдығы мен сенімін арам ниеті үшін пайдаланған. Жүрегі ауырды. Онымен өткізген түнді елестетіп, іші ауырып, енді не болады деген күмән мен қорқыныш пайда болды. Барлық ашу мен қорлану оны парасатты әрекетке итермеледі. Ол үнсіз қалған жоқ. Жанар істі ашық жариялауды журналистикадағы ең жақсы құралым қолдануға шешім қабылдады. Ол барын салып, куәліктер жинап, хаттарды көшіріп қойылған жұмыстарының уақыты мен дәлелдерін жинады. Оның мақсаты жеке кек емес, әділеттілік пен шынайылықты қалпына келтіру. Сол кезде оған бұрыннан таныс адамдары көмектесті. Кафехананың иесі, факультеттегі оқытушысы, бірнеше достары. Олар Жанардың материалдарын тексеріп, оны редакцияға апарды. Бастапқы жазба шыққанда қала реакциясының ішінде дүрбелең басталды. Айдардың аты жөні жобалардан алынып, оның іс-әрекеті талқыға түсті. Инвесторлар қайта қарауға мәжбүр болды. Қоғамдық пікір бөлініп, кейбірлер Айдардың жақтап шықса да, көпшілік шынайылықты талап етті. Уақыт өте айқындық пайда болды. Айдар байланысқа шықпады, ол қала артында қалды. Бірақ қоғамда оның әрекетіне бағаланған сұрақтар арта түсті. Жанар бұл күресте жалғыз емес екенін түсінді. Сенімімен алданғандар бар еді. Ол тек өзі үшін күреспеді, басқалар үшін де тұрып, сөзін еркін айтты. Бастысы, оның алданған көңілі, быт-шыт болған өмірі туралы барлығын айқындады. Бұл оқиға Жанарды өзгерткен жоқ, керісінше күшейтті. Өзі сияқты басқа да қыздарға ынталандыру, жігер пайда болды. Жігер берді. Олар алданған көңілдерді, алданған жүректерді, қапыда қалған өмірін барлығына айқындап, адалдықты талап етуді үйретті. Жанардың мақаласы үлкен резонанс тудырды. Оның есімі ашық аталып, кәсіби құрметке ие болды. Ол жаңа таныстықтар жасады. Әңгімелесу, мерекелеу, жаңа жобаларда шынайы серіктестіктер таба бастады. Бір кеште Жанар қала бойымен серуендеп келе жатып, өзінің өткенін ойлады. Айдардың жоқтығы әлі де ауыр еді, бірақ ол енді сенбейді деп қорықпайтын болды. Оның сенімі кәсіби тәжірибеге, адамдарға деген терең түсіністікке айналды. Ол өмірден сабақ алды. Әрбір жылы сөздің артында не жататынын тексеріп, өз еңбегін бағалай білуді үйренді. Уақыт өте жаңа адамдар пайда болды.
Мұрат. Ол Жанарды сыйлайтын, оның еңбегін ашық мойындайтын, шынайы қолдау көрсететін адам. Олар бірге шағын журналда бір жобада жұмыс істей бастады. Мұраттың қолдауы жұмсақ, орнықты болды. Ол ештеңені жасырмай барлық еңбекке адал болды. Жанар алғаш рет ештеңеден қорықпай, ашық жүрегімен сенім арта білді. Оқиға бақытты аяқталды, бірақ бұл бақыт жеңіл жолмен келген жоқ. Ол қиындықтан өтіп, күшпен қалпына келді. Жанардың күлімсіреген жүзінде енді бұрынғы зайыфтілік емес, мұқияттық пен мейірімділік араласқан тәжірибе бар еді. Алматының кешкі шамдары тағы да жанып, қала өзі әуенін тыныстап жатты. Жанар мен Мұрат терең әңгіме айта отырып, қала үстінде бірге қадам басып келе жатты. Өткеннің тұманды елесі бар болса да, болашаққа деген сенім таза және шынайы еді. Жанар енді бір іске кіріскенде өз құндылығын біледі. Шынайылықты талап етуді үйренді және жүрегі қорғауды білетін адамдарға сеніп қалды. Бұл оқиға алдау мен жоғалту туралы ғана емес, сонымен бірге адалдық, адамдық, ар мен қайта туылу туралы да. Жанардың жолы қиын болса да, ол өзіне адал болды, және сол адалдық оны шынымен бақытқа басап әкелді. Өзі сияқты алданған қыздарға жігер сыйлап, басқа да аяққа тұруға көмектесті. Өмірде қаншама алданған қыздарға, өмірі қор болғандарға, алдап кеткен жігіттердің опасыздығына шектеу қоя білді.